Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен оливье салатын дайындайтын боламыз. Жаңа жылда әрбір үйде жасалынатын, өте дәмді болып шығатын оливье салатын міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер. Құрамына керек заттардың барлығын описание бөліміне және видеоның бетіне салып қойдым. Содан көріп алсаңыздар болады. Ең алдымен колбасамызды осылай кубик етіп, кішкене етіп турап шығамыз. Достар, колбасаның орнына етті пайдалансақ, мясной салат болады. Ол өте күшті болып шығады. Міндетті түрде оны да істеп көруге кеңес беремін. Осылай кубик етіп әдемілеп турап шығамыз. Ал енді піскен сәбізімізде де тура осылай кубик етіп турап шығатын боламыз. Достар, ең алдымен тұзымызға су қойып, ішіне картоп, жұмыртқа, сәбіз барлығын салып қайнатып пісіріп алатын боламыз. Ал енді картошкамызды да дәл осылай кубик етіп турап шығатын боламыз. Ал енді жұмыртқамызды турап аламыз. Достар, әркім өз қалауынша кәдімгі қияр салсаңыздар да болады, және маринадталған, яғни тұздалған қияр салуға да болады. Ол өте дәмді болып шығады. Ал енді көз мөлшерімен горох салатын боламыз. Көз мөлшерімен тұз және бір қасық майонез салатын боламыз. Ал енді барлығын жақсылап араластырамыз. Неке достар, оливье салатымыз дайын. Достар, осылай барлығын кубик етіп турап салып араластырып алдық. Түр көрінісі де өте әдемі болып шығады, және бір-бірімен әдемі үйлеседі, дәмі деген керемет болып шығады. Жаңа жылда таптырмас салаттардың бірі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Қош, сау болыңыздар.